Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамы әсіптің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен жас малдың өкпе, бауыр, жүрек, қарын, ет барлығын алып, тазалап жуып алып, бөліктерге бөліп дайындаймыз. Ет тартқыштан өткізу үшін ыңғайлы болсын деп, еттерді майдалап бөліп алдым. Енді барлығын біркелкі ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді 2 пияз және 2 сарымсақты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сосын 1 жұмыртқа қосамыз. Және қалауымызша укроп себеміз. Сосын 2 ас қасық ұн қосамыз. Және дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз. Сосын жарты литр су құямыз. Және 1 пиала күріш қосамыз. Сосын барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бірінші байлайтын жіптерімізді дайындап аламыз. Сосын бір басын қаттырақ қысып байлап аламыз. Енді ішектің аузынан воронкамызды салып, массамызды біркелкі араластырып тұрып саламыз. Ал енді массамызды салып болдық, енді аузын қаттырақ қысып байлаймыз. Ішекке массамызды бостау қылып саламыз, себебі күрішіміз піскен соң жарылып кетпеу керек. Сосын мендегі 2 түрлі ішектер қой мен жылқының, ал сіздер өздеріңіздің қалған ішектеріңізге салсаңыздар болады. Барлығын салып дайындап болдық. Енді осылай сосиска сияқты байласаңыздар да болады. Сосын үстінен су құйып, отқа қойып қайнатамыз. 1,5 сағатта пісіп дайын болады. Алдымен бір қайнатып болған соң бетіндегі көбіктерін сүзіп аламыз. Сосын инемен тесіп шығамыз, жарылып кетпес үшін. Пісіп болған соң сүзіп алып, қызып тұрған майға чеснок немесе пияз қосып қуырбасаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, келесі видеоны күтіңіздер. Ас болсын!